Айтшы, құрбан, ғашық болады деп пе? Ғашық болады. Ғашық та болады. Балаға жаным келесі. Бала күткен деймісің? Ал айтшы, оны сағынасың ба? Сағынышым. Айтшы, қалай оны таусылған? Сағынғаның шөлдеге аңсаған ақыры. Шаршаған. Неге мені бәрі жек көреді? Неге мені бәрі ренжіте береді? Неге осыны түсінбей-ақ қойдым? Бәлкім түсінбейтін де шығармын. Әлде расымен кінәнің бәрі өзіңе ме екен? Sen туралы хәй жоқ, біз туралы білмей жатыр жаман. Мына сені жек көреді біліп қой. Өзің жақсы көре алмаған. Елің үшін төгілсе егер ішінде, жас адамдар еңбегіңді жақсы көр. Сені жақсы көрсін десең барлығы, ең алдымен Сені жақсы көрсін десең барлығы, ең бірінші өз-өзіңді жақсы көр. Кім айтты саған? Кім айтты саған? Көтер қане басыңды, күніңді босқа өткізбедім. Тағдырың неге сыр айтты саған, өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған жұлпарды сүрінбейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп, асауды мінілмейді деп, қара ешкім жеген гүлді қайта гүлдеп шықпайды деп. Кім айтты саған жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп. Қиналып бекер алаңдадың-ау, ойыңды шығар өріске, өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес, ендеше. Бақытсыздық емес, ендеше. Тағдыр бізге жіберсе де тағы күз, қыс кетіп көктем жетсе де әлі мұз, бәрі жақсы болады. Тек ол үшін жақсылыққа толы болсын жанымыз. Біз пендеміз, бір Алланың құлымыз, саған ғана қарайды әркез күніміз. Бәрі жақсы болады тек ол үшін, қолдай білсек, Бірімізді